Ортағасырлық сарайшық тарихы өте күрделі тарих. Себебі бұл ортағасырлық сарайшық қаласы жөнінде анау ортағасырлық атақты ғұламалар Жүсіп Баласағұни, Махмуд Қашқари, Мұхаммед Хайдар Дулати және Әбілғазы Баһадурлар белгілі бір деңгейде өздерінің мәліметі бойынша үлкен деректер қалдырған. Енді бұның бер жағында осы әсіресе Алтын Орда дәуірінде біздің өлкемізге батыстың, шығыстың, Рим папасының өкілдері және Ибн Баттута атты араб саяхатшысы келіп, біздің осы туып өскен өлкеміз жөнінде, әсіресе Сарайшық қаласының тарихы жөнінде баға жетпес еңбектер қалдырды, деректер қалдырды. Әсіресе бұл жерде Ибн Баттутаның еңбегін ерекше айтуға болады. Бұл кісінің деректеріменен Сарайшық жөнінде үлкен этнографиялық, тарихи еңбектер жазуға болады. Бұның барлығы алдағы кәсіби тарихшылардың міндеті деп ойлаймын. Енді мынау патша заманында осы кіші жүзді отарлауға, қазақ жерін отарлауға кіріскен патша өкіметі кіші жүзден осы батыс өлкесін қазіргі Орал мен Атырау өңірлерін бастағаны белгілі. Әуелі саяхатшылар ретінде әскери офицерлер, мысалы Алексеев кезінде осы Трапеция іспеттес Сарайшықтың орнында картасын жасаған адам. Бұл карта құны әлі жойылған жоқ деп есептеймін. Менің кітабымда бар. Енді одан кейінгі Михайлов деген поп Сарайшық қаласы бұзылғаннан кейін Үйшік Гуриевтің іргесі қаланғанда осының маңызды еңбегінің маңызды сәті жайық сулы болған, ол кезде балығы мол болған, осы судың мол болуы ағысы қатты болып, Сарайшықтың қызылтасын бұзып, Үйшіктің ескі қаланың алғашқы үйлері осы Сарайшықтың қызылтасы негізінде салынған деген дерек қалдырған. Бұл да біз үшін өте бір маңызды нәрсе. Енді оның бір жағында кеңес дәуірінде Сарайшық тарихына да зор мән берді. Мысалы 37 жылғы Лоскутов деген археолог тарихшы 50 жылы біздің қазақ археологиясының негізі қалған Әлкей Қаханұлы Марғұлан қазба жұмыстарын жүргізіп, Сарайшықтың тарихын кеңейтіп, өз дәуірінде тарихын нақты деректермен, археологиялық деректермен, Пацевич деген де бар, байытуға тырысқан. Әрине, бірақ сол кездің саясаттың әсеріме Марғұлан меніңше саясаттың әсері болуға тиісті. Марғұлан Сарайшықтың іргесі Алтын Орда дәуірінде қалады. 3 кезеңнен ғана тұрады тарихы деп тұжырымдаған болатын. Әрине, бұл заман өткенде, өзі дәуір өзгергенде, адамзаттың тарихының
тарихи табыстары да өзгеріп байып отыратыны сөзсіз. Соған сәйкес осы тәуелсіздік жылдарында сарайшық тарихы ерекше тарихын зерттеу, өлке тарихын зерттеу, біздің қазақ халқының қазақ жерінің ұлы даланың қай бұрышы болмасын қасиетті тарихи орындарға толы. Біздің туған өлкеміздің сарайшықтың тарихы да қатты зерттеліп, әсіресе бұл бағытта мен Зейнолла Самашев деген тарихшы ғұлама, атақты археолог деген жоғары бағалаймын. Себебі Сарайшық қаласының тарихын тереңге, ең терең мәдениетіне дейін жеткізіп, бұл ғалым Сарайшық тарихын дала жолы, ноғай жолы, соңғы жылдары ұлы жібек жолы деген жолмен батыс пен шығысты байланыстырады. Яғни Сарайшықтың бекеттік дәуірін анау 8-9 ғасырға тереңдетті. Бұл да ғажап нәрсе. Демек, осы бағытты мен де қолдаймын. Себебі жоғарыдағы авторлардың еңбектерінде ұлы жібек жолының тарихы өте тереңдеп болатындығы бүгінге дейін мойындалған, талқылауға жатпайтын нәрсе. Сондықтан да Сарайшық ұлы жібек жолының серіктес қаласы деп бағалауға тиіспіз. Сарайшықтың кезегін Әлкей Хақанұлы үш тарихының кезегін үш кезеңге бөлсе, мен осы Сарайшық тарихын орта ғасырлық Сарайшық атты монографиямды жариялап, осы монографияда жаңағы айтқандардың барлығы бар. Монографияда Сарайшық қаласының тарихы 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі бекеттік дәуірі, яғни ұлы жібек жолының бойындағы. Екінші кезеңі Алтын Орда кезіндегі. Бұл әрине Алтын Орда дәуірінде Сарайшықтың да гүлденуі тамаша деңгейлерге жеткізді. Енді себебі Ibn Battuta осы Алтын Орда дәуірінде келген ұлы саяхатшы Сарайшықта жүзбелі көпірге кезіккендігін ғажайыптанып, таң қалып жазады. Демек, біздің Сарайшық қаласының тарихы әлі зерттелетін, тамырымыз тереңде, қазақ елінің бір бұрышындағы аса мәні зор, болашақта да бұл мәні таусылмайтын қала тарихы деп есептеймін. Рахмет.